Әй, сен байқайм өзі киелі даналық беретін шапталы ағашын тауып апсың ғой. Байқаған жоқпын, мен білген жоқпын. Ондай деп ойлаған жоқпын. Түсінем, балам. Сенің көңілің болмаған кезде жейсің сен. Көңілімнің барлығы дұрыс. Ешқандай да ешнәрсе де болған жоқ. Ешкім де тиген жоқ. Не болып қалуы мүмкін? Енді сенің неге көңілің болмайдыр? Кунфудың тарихында болмаған бәтуасыздық менде ғана болған шығар осы. Қытайдың тарихында мұндай болмаған шығар. Қолымнан түк те келмейді. Мүмкін. Керемет бестіктің өзі де барлығы мені жеп көреді. Сөзсіз солай. Қалай Шифу мені айдаһар жауынгеріне айналдыра алады? Мен керемет бестікке де ұқсамаймын. Менде тырнақтарым да жоқ, уымда, қанатым да жоқ. Тіпті Дәуіттің өзінде де бір нәрселері бар. Мүмкін барлығын тастап қайта оралып кеспе пісіруге кетейін бе? Барлығын тастау, я тастамау. Кеспе емес. Сені болып кеткен нәрсе мен болатын нәрсе алаңдатады. Дана гүлдер айтады екен, өткен өмір, өшкен көмір. Бүгінгі жоқ, ертең көп. Мың жұмақтан бүгінгі күнің тірлігің. Сондықтан осы күнің сыйлық болып есептеледі.